Сәлем достар, сіздермен бірге айтылмаған құпия каналы. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің атым Айдана, жасым 20-да. Университетте 2-ші курс студентімін. Өмірімде бәрі жақсы сияқты еді. Сүйікті жігітім бар, жан құрбым бар. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Мен үшін бәрі қарапайым басталды. 2-ші курстың күзгі семестрі жаңа ғана басталған. Кампустағы ағаштардың жапырақтары сарғайып, күн әлсіз жылумен қуантып тұрған. Университетке асығып келе жатып, мен сол күні өмірімді өзгертер адаммен кездестім. Кітапханадағы кездесу. Жаңадан келген менеджмент психологиясы пәннің конспектісін іздеп жүріп, қолымда қалың кітап түсіп кетті. Сол сәтте біреу еңкейіп, менің алдымнан кітапты алып берді. Сәлем, мен Әлібек, 3-ші курс студентімін, деді ол жылы жымиып. Мен қысылып тұрып, рахмет, мен Айданамын, дедім. Сол күннен бастап біз бір-бірімізді жиі кездестіре бастадық. Алғашында жай ғана амандасып жүрдік, кейін әңгімеміз жарасып кетті. Университеттен кейін серуендеуіміз әдетке айналды. Күздің соңғы күндерінде Әлібек маған жүрегін ашты. Екеуміз кампустағы үлкен ақ қайыңның түбінде отыр едік. Айдана, мен сені ерекше адам деп білемін. Сенің жаныңда өзімді еркін сезінемін. Сен менімен бірге болғың келе ме? Деді ол қобалжып. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Өмірімде алғаш рет шынайы махаббатты сезіндім. Иә, мен де сені ұнатамын, дедім оған. Осылайша біздің қарым-қатынасымыз басталды. Бақыттымын деп ойладым. Әлібекті құрбым аяулыммен де таныстырдым. Ол да мен үшін ерекше адам еді. Аяулым менің бала күнгі жан құрбым. Бала бақшадан бастап, мектепте де, университетте де бірге жүрдік. Ол әрдайым мені қолдап, қуанышымды бөлісетін. Әлібек екеуің тамаша жұпсыңдар, дейтін ол жиі. Мен оған бәрін айтып отыратынмын. Қиын сәттерде ақыл сұрайтынмын. Әлібекпен де үшеуміз бірге кофе ішіп, киноға баратынбыз. Әрқашан екеуінің тіл табысқанына қуанатынмын. Уақыт өте келе, кейбір нәрселер мені алаңдата бастады. Бір күні аяулымның телефонын байқамай қарап қалдым. Онда Әлібекпен жазысқан хаттары тұрды. Бүгінгі кездесу күшті болды. Ертең тағы көрсеміз бе? Мен ішімнен өзімді жұбаттым. Мүмкін мен білмейтін бір топтық жобаға қатысқан шығар. Бірақ бұл ойымды жоя алмадым. Әр кездесуден кейін қызғаныш сезімі мазалай берді. Әлібек жиі кездесуге уақыт таппайтын болды. Аяулым да бұрынғыдай ашық сөйлеспейтін болды. Бәрі жақсы ма? Деп сұрадым аяулымнан бір күні. Әрине, неге сұрап тұрсың? Деді ол күлімсіреп. Ал ішімде бір дауыл тұрды. Кейінгі апталарда екеуі де өзгере бастады. Аяулым кездесуге жиі келмейтін болды, ал Әлібек мені сылтаумен шеттететін. Менің жұмыстарым көп, достарыммен кездесулерім бар еді, ал мен бәріне көз жұма қарап сенуге тырыстым. Бір кеште серуенге шықтым. Қала көшелерінде жалғыз жүрдім. Бір кафенің терезесінен көзім түсті. Аяулым мен Әлібек қарама-қарсы отыр, мәз-мейрам күліп отыр. Жүрегім сынып кетті. Қолым дірілдеп, есікті ашар-ашпас кері бұрылдым. Көз жасымды тия алмадым. Үйге келген соң өзімді жұбатуға тырыстым. Мүмкін олар жай ғана дос ретінде кездескен шығар. Бірақ бұл сылтау сенімсіз естілді. Түн бойы ұйықтай алмадым. Бір ойым шындықты білу керек. Келесі күні телефонымдағы ортақ чатқа көз жүгірттім. Қате жазылған хабарламадан екеуінің жеке кездесу жоспарлап жүргенін білдім. Кешегі күн керемет өтті. Ертең тағы көрсеміз бе? Енді бәрі анық болды. Көп ойланбай аяулымға қоңырау шалдым. Біз сөйлесуіміз керек дедім оған. Кездесу барысында жүрегім сынып бара жатты. Айдана, мен білмеймін не айтарымды. Барлығы кездейсоқ басталды. Сезімдеріміз пайда болды. Мен де өзімде қорқамын, деді ол, көзіне жас алып. Әлібек те кейін хабарласып кешірім сұрады. Бірақ бәрі кеш еді. Мен бірнеше күн бөлмемнен шықпадым. Тамағымнан ас өтпеді. Екі ең жақын адамның сатқындығы мені құр сүлдері қылды. Жүрегім қанжылады. Университетке баруға зауқым соқпады. Сабақтарды өткізіп алатын болдым. Әлем маған тұмандай көрінді. Өмірім неге осылай өзгерді? Деп жиі өзімнен сұрайтын болдым. Бір күні өзімді жинауға бел будым. Кітапханаға барып, жаңа кітаптар оқыдым. Спортпен айналыса бастадым. Музыка тыңдап, жаңа адамдармен таныстым. Жаңа хобби табу мені қайта тірілткендей болды.
Бір ай өткен соң аяулым хабарласып кездесуге шақырды. Айдана, біз кешірім сұрағымыз келеді. Біз қателестік, бірақ сен біз үшін ең маңыздысың, деді ол. Мен олардың сөзін үнсіз тыңдадым. Сәл ойланып, сендерге кешірім беремін. Бірақ бұрынғыдай қарым-қатынасымыз болмайды. Өмірде сендерге орын жоқ. Бұл менің шешімім, деді ол. Сол кезде өзімді еркін сезіндім. Уақыт өте келе жаңа достар таптым. Өмірге деген көзқарасым өзгерді. Өткенге өкінішпен емес, сабақ ретінде қарайтын болдым. Бақыт өз қолымда деген оймен жаңа өмір қадам бастым. Бұл оқиға маған үлкен өмір сабағы болды. Махаббат пен достық тек сенімге сүйенуі керек. Ең бастысы өзіңді жоғалтпай, өз қадіріңді білу керек. Жаз айының бір кешінде Айдана құрбыларымен бірге қала сыртындағы бір іс-шараға барды. Ашық аспан астында ұйымдастырылған концерт пен көрме. Адам көп, көңіл-күй көтеріңкі. Қолында кофесімен сахнаға жақындап келе жатқанда, қарсы алдына бір таныс бейне шықты. Әлібек екен. Оның жанында бейтаныс қыз бар еді. Көздері түйісті. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай болды. Әлібек көзін төмен түсіріп, үнсіз өте шықты. Айдананың жүрегі бір сәтке дір ете қалды. Бірақ ішінен бір жеңілдік сезінді. Ешқандай реніш те, өкініш те жоқ еді. Мен оны артта қалдырдым. Сол жазда Айдана жаңа таныстармен араласып, қызықты жобаларға қатыса бастады. Бір семинарда Ерасыл есімді жігітпен танысты. Ол мейірімді, ашық, өз ісіне сенімді адам еді. Қандай керемет ойлайсың, деді Ерасыл бір күні. Айдананың пікірімен келісіп. Айдана алғаш рет ұзақ уақыттан кейін біреумен емін-еркін сөйлесе алды. Ерасыл оған ешқандай қысым жасамады. Тек қолдау білдірді. Біраз уақыттан соң Айдана жүрегінде біртіндеп жаңа сезім оянғанын сезді. Бұл махаббат емес еді әлі, бірақ үміт еді. Күзде университет қайта басталды. Айдана өмірін мүлде жаңа бағытта бастағандай сезінді. Сабақтарына белсенді қатысып, өз жобасын қолға алды. Бұрынғыдан әлдеқайда мықты, өзіне сенімді қызға айналды. Кейде өткен күндерін есіне алатын, бірақ ол күндерге өкінішпен емес, тәжірибе ретінде қарайтын болды. Сенім ең қымбат дүние, ал ең бастысы өзіңе адал болу. Алда жаңа белестер, жаңа адамдар, жаңа мүмкіндіктер күтіп тұрғанын білді. Енді ол ештеңеден қорықпайтын еді. Айдананың оқиғасы көрсеткендей, кейде ең ауыр сәттердің өзі бізді күшейтеді. Ең бастысы өз-өзіңді жоғалтпау, алға ұмтылу, жаңа өмірге дайын болу керек. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздердің құрбыларыңыз немесе жігіттеріңіз осылай жасаса, сіздер оларды кешіріп, олармен әрі қарай сөйлесер ме едіңіздер? Немесе оларды кешірмей, жаңа өмір бастайтын ба едіңіздер? Комментарийға жазып, лайк басып, маған тіркеле кетіңіздер.